Ал балалар, сендерді мен топқа бөліп алайын, е? Менің қасыма кел, бір-бір бүлден аламыз. Келіңіздер. Ал. Аламыз. Енді сабағымызды бастамас бұрын бағалау парағыменен сіздерді таныстырып өтейін. Мен қазір сіздерге күнделікті сабақта беріп жүргендей бағалау парағын сіздерге таратамын. Сіздерге бағалау парақтарын таратып беремін, балалар? Сіздерге күнделікті сабақта біз қалай пайдаланып жүрміз бағалау парақтарын критерий арқылы. Солай бағалап отырасыздар. Әрқайсыларыңыз түсінікті ғой? Өздеріңіз бөліп алыңыздар. Тақтаға назар салуларыңызды сұраймын. Бәріміз қарайықшы. Тақтадағы адамды, мына портретті бұрын көрдіңіздер ме? Білесіздер ме? Кім бұл кісі? Жоқ. Көрген емессіздер, е? Жақсы. Онда бұл кісі кім екен? Мұхтар Мұқанұлы Мағауин. Дұрыс айтасыздар. Мұхтар Мұқанұлы Мағауин. Яғни бұл кісінің бүгін біз әдебиет сабағынан осы кісінің шығармасын өтер екенбіз. Сіздерге мынандай тапсырма. Мен тақтаға мәлімет бердім Мұхтар Мағауин туралы. Сіздер жай ғана мәлімет іздемейсіздер. Сіздер яғни топтастыру жасайсыздар. Мына топ жазушы ретінде Мұхтар Мағауин мәліметтер жазасыздар. Екінші топ тарихшы ретінде мәліметтерді жазасыздар. Интернеттен қарайсыздар. Сіздер ғалым ретінде қандай еңбектері бар, қандай кітаптары шықты, ғалым ретінде, тарихшы ретінде іздеп қазір жұмыс жасаймыз. Мен сіздерге 3 минут уақыт беремін. Уақыт кетті. Жақсы. Мына топтар бітті, бір топ қалды. Жақсы балалар. Қолдарыңызды түсіріңіздер. Уақыттарыңыз аяқталды. Мына Аружан, аяқтаймыз болды. Қаламдарыңызды түгел қоямыз. Енді постеріңізді қорғайық. Солай ма? Қай топ бірінші бітірді? Сіздер ортасында бірінші бітірді. Жақсы, тақтаға шығамыз. Қалған топтар не істейміз? Бақылап отырасыздар, тыңдаймыз. Алдаспан. Аласапран тарихи диалогы. Заманай жырлайды. Ғасырлар белдері. Сіздерге не берілді? Тарихшы ретінде, сонда сіздер не жаздыңыздар? Тарихшы ретінде бұл тарихи диалогын шығарған, зерттеген бұл яғни нелер екен? Еңбектер ма? Еңбектері тарихи. Жақсы, бұлсаңыз жарайды. Бұны қайдан алдыңыздар бұл мәліметтерді? Google интернеттен алдыңыздар, е? Ғаламтордан. Жақсы. Мұхтар Мұқанұлы ғалым ретінде көптеген еңбектері бар. Біз сіздерге таныстырып өтейік. Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет оқулықтары. Және де Қобыз сарыны. Жақсы. Және ғасырлар бедері. Алдараспан деген көптеген еңбек сіңірген оқулықтары бар. Оқулықтары, еңбектері бар, е? Жақсы. Оқулығымыз еңбектері дейді, е, балалар. Бұндай мәліметтерді қайдан алдыңыздар? Интернеттен, кітаптардан. Жақсы. Білімдерді қараңыздар? Жақсы, отырыңыздар. Мұхтар Мағауин Мұқанұлы жазушы ретінде әңгіме шығармалары. Құрмысқа қырын әңгімесі. Бір атаның балалары повесті бар. Повесі, е? Көк мұнар романы. Тағы да? Шақан шері романы бар. Мен ғұмыр баяны бар. Мен деген ғұмыр баяны, е? Бұл мәліметтер қайдан алдық? Интернеттерден, кітаптардан. Жақсы, рахмет, отырамыз. Құрметті оқушылар, жаңа ғана біз постерді қорғадық, е? Жазушы ретінде, ғалым ретінде, тарихшы ретінде 3 топ қорғадыңыздар. Енді соны тағы бір тексеріп еске түсіріп алайық. Жазушы ретінде Ақбота, оқып жүрсіз, қандай шығармалар бар екен? Құмырсқа қырғын әңгіме, бір атаның балалары повест, көк мұнар роман, шақан шері роман, мен ғұмыр баяндық роман, ұлтсыздану ұрану, мақала және тағы басқа шығармалары бар. Өте жақсы. Жаңа сіздер айттыңыздар, е? Келесі ғалым мен тарихшы ретінде 2 топ. Аружан, оқып жүріңіз, қандай шығармалар бар екен? Аласапран тарихи диалогы. Алдаспан 5 ғасыр жырлайды. Ай заманай, ақын жыраулар шығармаларының антологиясы, ғасырлар бедері, қазақ тарихының әліппесі, зерттеу еңбек, қазақ хандығының дәуіріндегі әдебиет оқулық, Қобыз сарыны ғылыми монография. Жақсы, отырау, рахмет.
мына қараймыз. Жаңағы сіздер айтқан еңбектері міне кітап ретінде осындай еңбектері бар екен. Бұл кімнің еңбектері? Мұхтар Мағауин. Жақсы балалар. Ал балалар, назарыңызды тақтаға аударайық. Бағалау парақтарында толтыруды ұмытпаңыздар. Бәріміз тақтаға назар салайық. Яғни білімнің порталына келген қазақ әдебиеті 6-шы сынып. Қандай шығарма өтейік деп отырмыз бүгін? Проза, иә? Кімнің прозасы? Мұхтар Мағауин. Ал балалар, назарымызды тақтаға аударайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» деген, яғни прозалық шығармасы екен. Міне. Қазір сабағымызды бастамас бұрын бұл шығарма туралы кішкене мәлімет біліп алайық, е? Гаухар, оқып жүріңіз. Әдебиеттанушы ғалым, жазушы Мұхтар Мұқанұлы Мағауин 1940 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Шұбартау ауданында дүниеге келген. Жазушының «Бір атаның балалары» атты повесінде Ұлы Отан соғысы кезінде ауыл адамдарының панасыз, жетім қалған балаларды жатсынбай бауырына басып тәрбиелеп, азамат етіп өсірген кең пейілді адамгершілік істері суреттелген. Бұл арқылы жазушы қазақ халқының бауырмалдығын, адам баласы ұлтқа бөлмейтін мейірмандылық, жұрт адам ата мен Хауадан таралған дейді. Яғни жер бетін қоныстанған алғашқы адамдардың барлығы бір атаның балалары дегенде жарықтық үлкен әкем айтушы еді. Сондықтан неміс, орыс, қазақ деп бөлу пайғамбарға шет, Құдайға күнә деп адамзаттың бәрін бауырым деп сүю қасиеті қазақта атадан балаға жалғасып келе жатқан ұлт болмысы екенін ашып береді. Өте жақсы, Гаухар. Ал балалар, бір ауыз сөзбен айтып жүрейікші. Сонымен бүгінгі шығармамыз не жайында екен? Қалай ойлайсыңдар? Гаухар отыра ғой, рахмет. Иә? Ал, Сұлтан айта қойшы. Бүкіл ел бәрі бір атадан тарады деп, бәрін бөлмеуі. Жақсы. Тағы да? Не оқыды? Соғыс кезіндегі жағдай. Соғыс кезіндегі жағдай деп ойлаймыз. Тағы да? Гаухар. Біздің жауымыз болса неміс, қазақ, орыс, барлығымыз бір атадан туғанбыз. Хауана мен адам атадан туғанбыз деп айтып отырушы еді, әкем деп айтады. Иә, жақсы. Ал балалар, қазір бір атаның балаларының бірінші тармағын жақсылап тұрып тыңдайық. Сіздер кітаптарыңызды ашып, көз жүгіртіп бірге оқып отырасыздар, иә? Ал, дайынсыз ба? Дайынбыз. Тыңдап отырамыз, және кітаппен көз жүгіртіп отырамыз. Ал, құрметті оқушылар, тыңдадық, оқулықпен жұмыс жасадық, иә? Біраз мәлімет алдық, бірінші тармақты түгел оқып шықтық. Енді сіздерге әр топқа мынандай тапсырма берейін. Тақтаға назарымызды аударайық. Сіздерге мынандай тапсырма. Бірінші топ, яғни Олжан, сіздер бір атаның балалары деген сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Жауап береміз. Дайындаламыз, қазір уақыт берем. Екінші топ, Мұхтар Мағауин шығармасы бір атаның балалары деп аталуының себебі не деп ойлайсыңдар? Сіздердікі. Үшінші топ, шығармада қандай оқиға суреттеледі деп ойлайсыңдар? Түсінікті ма? 1 минут уақыт берем, тез ақылдасамыз да ауызша жауап береміз. Уақыттарымыз кетті.
бір ұрпақтан шығатын Қай топтайын? Біздің де бар. Өте жақсы. Қайсысын қайтеміз? Өте жақсы. Бірінші топ, екінші топ да, үшінші топта да. Ал бірінші топ Ақбота жауап берейік. Bir атаның балалар деген сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Бізге Нұрбақыт жауап береді. бір атаның балалары деген қазақ, орыс, неміс деп бөліну, пайғамбарға жат деп түсінеміз. Бөлген жат деп түсінесіздер, сонда бір атаның балалар деген сөздің мағынасы сол ма? Ол ұрпақтан ұрпаққа таралып, атасының жолын қуған, немесе атасының сүйіспеншілігі ма? Бөлінген. Жақсы. Негізінде бір атаның балалар дегенде енді бір отбасы ғой, негізінде. Жақсы, рахмет. Екінші топ сіздердің сұрақтар оқып жүрші, бірінші сұрақты оқып. Мұхтар Мағауиннің шығармасы «Бір атаның балалары» деп аталуының себебі неде деп ойлайсыңдар? Ахмет Шалдың бауырмалдығы мен мейірімділігі. Ахмет Шалдың әкесінің еске алуы. Зигфридті достарының кемсітуі. Бірақ Зигфридтің өзінің бауырмалдылығы, мейірімділігі Ахмет Шалдың тәнті етуі. Яғни сол себепті бір атаның балалар деп алды ма? Шығарманың атын? Ахмет Шал барлық балаларды да өзінің баласындай жақсы көрді, ешкімді кемсітпей өсірді. Барлығы адам ата мен Хамадан тараған деп әкесінің айтқанын есіне алып, Зигфридті өзіне бауырына басады. Сол үшін Мұхтар Мағауин осылай атады, Біз солай ойлаймыз. Яғни не суреттеледі басты шығармада? Бүкіл елді бір отбасы бөлмей өсіп бауырына басып туыстық бар ма? Сондықтан да, жақсы, рахмет. Үшінші топ. Мана оқыңызшы сұрақты. Шығармада қандай оқиға суреттелді деп ойлайсыңдар? Соғыстың кезінде жетім қалып қалған балаларды Ахмет Шал өзіне асырап алып, оларды өзінің баласынан кем көрген жоқ. Жақсы. Тағы да қосасыздар ма? Бибігүл, не қосасың? Шығармада қандай оқиға суреттеледі? Жаңа бірінші тармақта оқыдық қой. Тыңдадық. Не суреттелді? Айтамыз. Қандай балалар келеді? Ол кезде түрлі Қандай таптар, Ұлдардан ұлт өкілдері келеді, Кім? Қандай неміс балалары, татар балалары, орыс, дүнген, қазақ балалары. Жақсы. Отыралы. Ал енді балалар, келесі тапсырма. Ал балалар, алдымыздағы бағалау парақшаларымызды бағалауды ұмытпаңыздар, Бағалап отыруды ұмытпаңыздар. Келесі тапсырма. Сіздерге басымыз көтеріп, назарымызды тақтаға аударамыз. Соғыстың адамзатқа әкелген зардабы. Яғни, қандай соғыспен тұспа-тұс келеді бұл шығармада? Кім айтады? Қай соғысты айтып тұр? Ұлы Отан соғысымен. Дұрыс айтасың. 41-ші жылдағы екінші дүниежүзілік соғыс, яғни Ұлы Отан соғысы жайында шығармада айтылған, не балалар? Солай емес пе? Яғни енді Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» деген шығармасы жайында мынандай тапсырма келіп тұр сіздерге. Соғыстың адамзатқа әкелген зардабы. Шағын ой толғау жазамыз қазір. Әдебиет дәптерімізді ашамыз да, осы тақырыпты шағын ой толғау, яғни өздеріңіздің ойларыңызды жазамыз. Мен сіздерге 3 минут уақыт беремін. Көп емес, қысқаша ғана, яғни эссе жазамыз. Әркім жеке жазады. Топпен емес, топта отырсақ та жеке жұмыс жасаймыз. Уақыт кетті. Өте жақсы. Жазамыз. Соғыстың адамзатқа әкелген зардабы тақырыбында. Сабақ түсінікті ғой тақырып? Өте жазамыз. Ойланамыз. Балалар, уақыттан аяқталып қалды, аяқтаймыз. Ал кім дайын? Қай топ дайын? Жақсы. Онда мына топтан бастайық, Бастайық. Бәрін топ шығар. Соғыстың адамзатқа әкелген зардабы. Қалған Біздің жүрегіміз темір емес.
Бірақ біздің кек отымыз қандай темірді болса да ерітіп, күйдіріп жібере алады. Біздің үрейді жеңетін ең күшті қаруымыз бар. Ол отанға деген сүйіспеншілік деген Бауыржан атамыздың сөзіне толықтай келсем. Соғыс атауы құлаққа жағымсыз, тіршілікті қан жылататын асты қайғы, қасіретке толы сөз. Осыдан 70 жыл бұрын жер бетін шарыған сол сұрапыл ұлы отан соғысы еді. Неміс фашистерінің аңсап келген арманына 4 жыл ішінде батырларымыз қажымас ерліктерімен тосқал берді. Батырларымыз болашақ ұрпақ үшін жанын құрбан етті. Жеңіс үшін не істемеді десеңші. Сол себепті батыр ата-әжелеріміздің ерлігін ұмытпай, жадымызда мәңгілік сақтайық. Өте жақсы. Тағы да оқу екеумізден оқиын. Көп адамдарға соғыстың зардабы тиген, оларды шетінен қырған, аштықтан қырылған. Кішкентай кезден балалар жетім қалып, әйелдер жесір қалған. Соғысқа әйелдері қатысқан, олар елі, жері, ертеңгі біздің болашағымыз үшін де соғысқан. Соғыс кезінде адамдарға келген зардап, олар өз жерлерінен айырылған, көп адамдар қаза тапқан. Кейбір жерлерін жарақат алғандар адамдар деп ойлаймын. Жақсы. Соғыстың адамзатқа әкелген зардабы. Мен соғысты жек көремін, өйткені соғыста кім қасірет шекпеген. Соғыстың адамзатқа әкелген зардабы көп. Біздің жастағы балалар сабақ оқымай, өз еліне көмектесіп соғысқа қатысқан. Соғыстың адамзатқа әкелген зардабы. 1941 жылы 5 шілдесінде Германия Ресей мемлекетіне соғыс ашты. Соның салды. Манас, немістер? Немістер ғой? Немістер ме? Соның салдарынан біздің мемлекетіміз де көп зиян шекті. Қаншама жастар соғысқа аттанып, қаншамасы оралмады. Қанша шаңырақ қара жамылды. 7 жастағы баладан бастап 70 жастағы қарияларға дейін қол үшін берді. Күн-түн демей еңбек етіп соғысқа аттанған балалары үшін талай қиыншылықтарға кезікті. Ол балалары былай тұрсын қыз балаларды ел үшін, ата-аналары үшін соғысқа аттанды. Мысалы, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұловалардай жап-жас қыздарымыз ел үшін жанын берді. Соғыстан аман қайтқандары да аяқ-қолдан оққа беріп қайтты. Мен ендігі жағында елімізде тыныштық болып, аспанымыз ашық болсын деп тілер едім. Өте жақсы. Соғыс. Мен осы соғыс дегенде естігімде келмейді. Өйткені басқа елдер, басқа тілдер тыныш жатқан қазақтың шырқын бұзып, қазақтың шаңырағын бұзып, кәмелет жасына жаңа ғана толған ұл қыздарымызды соғысқа алып кетеді. Одан өмірдің не мәні бар? Аналарымыз жесір қалып, кішкентай 1 жасқа толған балалар да жетім болып қалады. Жақсы. Мен соғысты жек көрем. Кім қасірет шекпеген, кім көз жасын төкпеген, талай өткен заманда еш соғыссыз өтпеген деп айтырып отып жырлаған қазақ майданда жаңбырдай жауған оқ пен оттың ортасында соғысқан. Талай боздақ қаза тауып жат жерде қалған. Тыныш жатқан қазақтың шырқын бұзып, балаларды жетім, әйелдерін жесір, туыстарын жылатып, азапта соғысқан. Намысшыл қазақ ешқашан берілмеген, соғыстан жеңіп шыққан. Өте жақсы. Айғаным. Ұлы Отан соғысы жылдарында қоныс жаңалаған ұлттар көп болды. Негізінен бұл жаңалау емес, жер аудару болатын. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында және соғыс жылдарында Қазақстанға жер аударған корей, шешен, ингуш, түрік, болгар, қырым татарлары және басқа халықтар мен этникалық топтар өкілдері сол уақытта және одан кейінде республикалық халық шаруашылығының барлық саласында еңбек етіп, оның өркендеуіне үлес қосты. Ол ақшаға сатқан жоқ, тізеден кесіп аяғын, еріккеннен де ұстап жүрген жоқ, қолтықтағы таяғын. Сен құрметте оны, түсіндің бе қарағым? Сенің келешегің үшін ол берді аяғын, азаттық жолында. Өте жақсы. Ол соғыс Айған бұл сөйленді, біз өткен деген әдебиет сабағында өткенбіз, жаттағанбыз, оқыдық. Бұл кімнің өлеңі?
Мағжан Жұмабаев. Жоқ, Ілияс Жансүгіровтің. Ілияс Жансүгіров ма? Кімдікі еді? Домбыра деді. Домбыраның қасында тұрды ма? Тез еске түсір жібекші. Қараңдар. Тез кім айтады? Өттік қой өтке деген осы өлеңді. Кім? Әбу Сәрсенбаевтың өлеңі өте жақсы. Ал, сонда. Біздің ата-бабамыз қорықпай біздің ел үшін күресті. Оларды немістер ұрып, соғып аямады. Олар біздің артымызды ойлады. Фашистер балаларын атып, соғып, жетім қалдырды. Әйелдерін жесір қалдырды. Қазақтың шетінен қырды. Біздің ата-апаларымыз берілмеді. Олар біздің артымызды, болашағымызды ойлады. Жақсы. Соғыстың адамзатқа келген зардабы. Біздің көптеген ата-бабаларымыз соғыста жанын берген. Қан майданда жұлдыздай аққан оқтардың адамдардың соғыстың көптеген зардабын шекті. Күйеулері майданға кетіп, әйелдері үйінде қара жұмыс істеп қалатын. Ішерге астары жоқ қазақтар осында қара түнекте өмір сүрді. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен, бірақ қазақтар кегін берді. Біздің мерген Әлия Молдағұлова, қаһарман жауынгер ағамыз Бауыржан Момышұлы, пулеметші апамыз Мәншүк Мәметова қатысты. Мен осы кісілерге алғысым шексіз. Жақсы. Ақылда. Соғыстың адамзатқа әкелген зардабы. Рас, соғыс аяушылықты білмейді. Оның заңы қатал және әрқырлы. Соғыстың адамзатқа келген зардабы оңай емес. Біздің ата-апаларымыз, аға-әпкелеріміз ел үшін, жер үшін аянбай соғысып, аш қалып еңбек еткен. Білем, соғыс өте қиын. Ешкім де еш нәрседе ұмытқан емес. Соғыс күйретуші күш. Ұлы отан соғысы халқымызға төнген ең ауыр күн болған екен. Біздің Қазақстаннан соғысқа көп адамдар кетті. Соншама адамдардан қара қағаз алдық. Қаншама үйлер қара жамылды. Қара жұмыс деп күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылды. Осы ата-апаларымызды батыр деп айта аламын. Өте жақсы. Ал Олжан. Біздің ата-бабамыз біздің тәуелсіздігіміз үшін және де қазақ жерін сақтау үшін күрескен деп ойлаймын. Өте жақсы. Балалар, алдарыңызда бағалау парақтарыңызды толтыруды ұмытпаңыздар. Енді біраз жұмыс жасадық, шаршадық, кішкене сергіту сәтін жасап алайық, балалар. Отыра беріңіздер, қазір өзім айтамын. Балалар, біраз сергіту сәтін жасап алайық. Ал балалар, тұрайық, алақанды ұрайық, оңға қарай иіліп, солға қарай иіліп, бір отырып, бір тұрып, бойымызды созайық, белімізді жазайық, жазамыз. Оңға түзу тұр, солға түзу тұр, жоғары төмен қарайық, қолымызды созайық, бойымызға күш жинап, бір шынығып алайық. Ал балалар сергіп, кішкене бой жазып алдық, енді тағы да назарымызды тақтаға аударайық. Бейне материалға. Қазақта бірнеше әңгіме оқиды. Бірақ таңдалып маған түсті. Жазушы болсын. Мен қамтып алғам жоқ. Мен еңбек жасап алғам жоқ. Маған берді, сыйлады. Бұл несиеге берілген нәрсе. Несиеге берілген. Дарынды қашанда қандай да дарын болсын, жазушы болсын, математик болсын, дарынды несиеге береді. Енді осыны іске жарату, іске асыру адамның өзіне байланысты. Егер осы кейін келген дарынды орнымен жұмсайтын болса, ол мақсатына жетеді. Орнымен жұмсамаса, ол көп жаманшылық шығады. Адамда және оның жазуы сирек. Қасиетті Құран сөзі. Кім екен балалар? Сөздерін мұқият тыңдап қараймыз. Тәңірі тағалам, мен атамның беліне шықпаймын. Анамның құрсағына түспей тұрғанда.
бейне баянды көрдік, иә, Мұхтар Мағауин туралы. Енді сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Дарындылықты іске жарату адамның өзіне байланысты деген сөзіне келісесіңдер ме, әлде келіспейсіздер ме? Бірінші жақсылап ойланып алыңыздар. Дарындылықты іске жарату адамның өзіне байланысты деген сөз айтты. Мұхтар Мағауиннің сөзі. Қалай ойлайсыздар? Осы сөзге келісеміз, қалай түсеміз бұл сөзді? Ал Сұлтан айта қойшы. Оған дарынды береді, бірақ оны ол іске жарату үшін оқып, ізденіп білуі тиіс. Жақсы, ол сенің ойың, иә, жақсы. Тағы қосам. Әркімімізді басқа ойымыз әртүрлі. Иә? Дарындылықты іске жарату адамның өзіне байланысты. Солай ма? Қалай сонда? Апай, әр адамның өзінің ерекшеліктері болады ғой. Мысалы, біреудің анасы дәрігер болса, біреудің анасы әнші болады. Әркімнің өз өнері бар деп ойлаймын. Яғни оны қандай іске асыру керек? Қалай асырамыз оны? Оны біз қазірден бастап кітаптан бас алмай оқуымыз керек. Жарайды, 1-2 сағат ойнасақ та кітапты ұмытпауымыз керек. Адам өзіне байланысты дегенге келісесің? Иә. Келісесің, иә? Ал Адам өзіне байланысты. Ақындарда болуы мүмкін. Қаншама ақын бар, мысалы үшін, дүние жүзінде. Бірақ соның ішінде ерекше, ақынның сөздері ерекше бір ақындар болады. Солар өздері ізденіп, ал ана ақындар кішкене өлең жазса, аналар көп өлең жазса өздеріне байланысты деп ойлаймын. еңбекке байланысты, иә? Жақсы. Гауһар. Адамның өзіне байланысты, себебі адам өзі ізденбей құр отыра берсе, барлық нәрсе өз-өзінен келмейді ғой. Ізденіп, еңбектеніп, талпынып, биік шыңға жету керек. Өте жақсы. Жақсы балалар. Ал енді балалар қараңыздаршы. Сонымен балалар, бүгін біз Мұхтар Мағауиннің өмірі мен шығармашылық жолы жайында толық ақпарат алдық. Солай емес па? Иә. Оның бір атаның балалар атты повесін бар екенін білген, осындай повесть бар екенін. Мәтінде Қаршадайынан соғыстың ауыр зардабын тартқан жастар туралы мәліметтер алдық, иә? Яғни соғыстан кейінгі халықтың жағдайы суреттеледі, иә? Солай емес пе? Мұхтар Мағауиннің осы повесть арқылы енді сіздерге ұнап, болашақта да Мұхтар Мағауиннің шығармаларын сүйіп оқиды деп өзім ойлаймын. Қазір балалар бағалау парақтарыңызды аяқтаңыздар. Я, сіздер, содан кейін күнделігімізді ашып үйге тапсырма алып алайық. Сіздерге мынандай тапсырма. Мұхтар Мағауиннің өмірі мен шығармашылық жолын тағы да оқып шығасыздар. Одан кейін бір атаның балалары повесін түгел бастан аяқ оқисыздар. Содан кейін Білімленд порталына кіресіздер де Мұхтар Мағауиннің шығармасын тауып аласыздар да аудиосын жақсылап тыңдаймыз. Және де кейіпкерлерді жазып келеміз. Түсінікті ма үй тапсырмасы? Жақсы. Ал енді бағалы парақтарын оқып жіберейікші. Мен оқысам болады? Апай, мен оқысам болады? Бірінші сұрақта балалар жаңа сабақты бастауға меңгеруге қызығушылық танытты ма? Мен өзім көп қызығушылық таныттым деп ойлаймын. Сабаққа қаттым деп ойлаймын. Сондықтан мен өзіме 1 балл қойдым. Гүлназ, енді сен аның бәрін оқымай қой, сонымен сен общий балыңды шығара қойшы. Менің барлық Бізде бүгін 5 түрлі тапсырмалар болды, әртүрлі. Менде барлық бағам 5 деп санаймын өзім. Жақсы, маған өткізе ғой. Гүлназ аты жөнді жаза ғой. Ал Ақбота, сен қандай деп бағалап отырсың бүгін өзіңді? Мен өзімді 5 деген баға қойдым. Бүгін сабақтың бәріне қатысып отырмыз? Түгел қатысып отырмыз. Эссе жаздың, Эссе жаздым. Жақсы. Аты жөндеріңізді жазып, мен толықтырыңыздар. Мен Амангелдің бағасын білгім келіп отыр. Амангел, сен өзің қандай баға қойдың? Сен бүгін өзің сабағыңды, бүгінгі сабақты қалай жауап бердің? Қалай бағалап отырсың? Айта қойшы. Өзімізді мен 4 деген бағамен бағалап отырмын. Неге? Өйткені мен сұрақтарға жауап бере алмай қалдым. Қанша сұрақ? Бір сұраққа, иә? Қандай соңғысында, иә? Жақсы. Өте жақсы. Марас, сен оқып жүре қойшы, қаншаға бағалап отырсың өзіңді? Мен өзімді 4-ке бағалап. Не себепті? Кейбір тапсырмалар қиын болды ма? Жақсы, отыра ғой. Ар жақ қалай бағалап отырсың? Мен өзімді 4-ке бағалап, бір сұраққа жауап беремін. Жақсы, отыра ғой. Балалар үй тапсырмасы түсінікті ма? Иә. Жақсы. Осы стикерлеріңізді толтырыңыздар. Яғни бүгінгі сабақтан кейінгі не ұнады ма, ұнамады ма? Болашақта меңгеру үшін не істейміз? Тез ғана жазып береміз. Бүгінгі көңіл күйлерің қандай сабақтан кейінгі? Тез жазамыздар. Тақтаға ілеміз 3 топта. Жақсы. Аты жөндерді аттарыңызды жазып ұмытпаңыздар, иә? Олжан деп, Нұрбақыт деп аттарыңызды жазыңыздар. Өте жақсы.
және тақтаға ілеміз. Мұнда орнын айдап қойайық. Болды. Келдік, балалар. Мұнда ілеміз. Келе қойыңыздар, жіберіңіздер. Тез. Ал балалар, ілеміз. Бәріміз ілеміз. Білдік па? Бір бақыт ілеміз. Ал балалар, қоя салатықтар. Бәріміз ілдік па? Жақсы балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.